Ана үшін аянба, ан тұрат. Бала үшін аянба, бетің күйет. Ел үшін аянба, ерлігіңе сын. Жұрт үшін аянба, жігіттігіңе сын. Орыстың абайы, ғұлама қаламгер Лев Николаевич Толстой шау тартқан шағында өмірдің мәнін іздейді. Әр адам сүрінетін тасқа сүрінді, әр пенде жығылатын тұста жығылды. Тағдыр таяғынан тұмсығы қанаған сайын кемелденді. Ақырында өзі іздеген өмір мәнін тапты. Тек ол тапқан мәнді ұғатын адам аз еді. Азаптанды, күнәһар, дін бұзар атанды. Оның Будда соқпағы, Иса сүрлеуі, Мұхаммед жолын ой елегімен жүріп өткені ешкімге қызық емес еді. Қалып бар болатын. Қатардағы пенделер өзіне қолайлы етіп құйған тар қалып. Толстой сол қалыпқа сыймады. Бейсекең Толстой емес, ғұлама да, данышпан да болуға тырыспады. Шекесін сығымдап отырып, том-том кітап жазбады. Ол қарапайым журналист. Шаруаның баласы, қойда бақты, көңді ескет. Оның басқа пендеден бір артықшылығы жасынан мәнсіз өмір сүргісі келмеді. Қолды бір сілтеп құрылыс техникумын тастап кетті. Кеште болса журналистикаға түсті. Спорт газетінде 31-ші арнада хабарда қызмет етті. Елбасының жанына еріп ел аралады. Қуыршақтай қара қызды жар етті. Перзент сүйт, қарт анасын қуанышқа бөледі. Сол кезеңдақ өмірін бұлжытпас қағидаларға құрды. Әркіммен сіз деп сыйласты. Дастарханына арақ шарап жолатпады. Жары екеуі ешқашан ажыраспасқа серттесті. Ерге әйел, әйелге ер табылар. Балаға әке мен ана табылмайды деді Бейсекең. Әкең жынды болса байлап бақ деген. Яғни оны сыйла, құрметте, оны әйтеуір бақ, күт дейді. Байлап қойды, тамағын бер, басқа күт дейді. Ал қазақта анаң қандай болса деген сөз жоқ. Бірақ анамыз қандай болсын? Біз де оған ештеңеге қарамай, сондай құрметпен, махаббатпен, мейіріммен қарауға тиістіміз. Ең болмаса өкпелемесек, ең болмаса сен осы анаңа, жақындарыңа өкпелемесең, соның өзі сен үшін бұл өмірдегі үлкен жетістік. Алдыңда үлкен даңғыл жол жатыр. Бірақ ол даңғыл жол мынандай тақтайдай тегіс емес. Оның ой шұқыры бар, оның сайы бар, оның қыры бар, оның биік белесі бар, оның шатқал құздары бар. Сол ойға түсіп кеткен кезде омалып отыра беруге болмайды. Сайға құлап кеткен кезде, сүрініп кеткен кезде жата беруге болмайды. Қайтадан аяққа нық тұрып, алға қарай ұмтылу керек. Оған ойшылдан көрі істің адамдар ұнайтын. Соларды пір тұтты. Оқыды. Солардың өмірлік принциптеріне, философиясына жүгінді. Кемелдену үшін түнде көзілмей таңдаулы кітаптарды оқыды. Оның кумирі алапат соғыста 5 мәрте қоршауда қалғанына қарамастан тапсырманы орындай алған Бауыржан Момышұлы еді. Испан-ақш соғысында президент Маккенлидің хатын генерал Гарсияға жеткізіп тапсырманы бұлжытпай орындаған солдат Роуэнді да сол Баукеңнің прототипіндей қабылдайтын. Өзі де халқына қатардағы сарбаздай қалтқысыз қызмет етуге ұмтылды. Жанбай Батыр бастаған 7 ата шежіресінен бөлек, адамзат үлгі тұтқан, ерлігімен, еңбекқорлығымен жаһанды елең еткізген 7 дара тұлғадан өзіндік 7 ата құрды. Солардың өмірлік тәжірибесіне сүйеніп, алға ұмтылды. Адамдық қалыпты биік ұстау кімге де болса үлкен сын. Дінмұхамед Қонаев. Адамды 3 нәрсе бұзады: ақша, атақ, мақтан. Бейсекеңде бұның 3-і де болды. Шіріген бай емес, бірақ ешкімге алақан жаймайтын еңбек ақысы бар. Атақ дегенге келсек, ол елдегі бар сый-сияпатты
40 жасқа жетпей-ақ алып үлгерген. Орден медалін үйге апарып анасына көрсететінде сандыққа салып қоятын. Одан кейін еш жерге Бейсен Құранбек пәленше орденнің иегері деп жазған емес. Қажет не? Қазақстанның қай түкпіріне барса да қазағы құшақ жайып қарсы алды, еркелетті. Бұл риясыз, шын ықылас еді. Мақтан да мол болды. Біреу жөнімен мақтады, біреуі асыра қошеметтеді. Соның ешбірі Бейсекеңе әсер етпеді. Шешенің сусын көжесін сіміре ішіп, шекесіндегі шып-шып терін сүрткен ауылдағы аңқылдақ қалпын бұзбады. Астанадағы қызыл-жасыл дүниені сол анасы үшін тәрк етуі де талай сырдың кілті болар. Қарт ананың емірене иіскегенімен көкесі Абай Ямалиға жеңешенің жылы сөзін, аға інінің мейірлі көзқарасын еш дүние алмастыра алмас. Ағайындық деген ұғымның жібі жіңішкерген осы заманда Бейсекеңнің болысы біразға үлгі болса керек. Ағайынға тұрақсыздың ісі де берекесіз. Бейсекеңнің өз мақсаты бар еді. Сонысы үшін қызмет лауазымға қарамады. Мен Бейсенге айтқан, Бейсен, мен орынбасарым бар. Енді үлкен өсім ғой оған. Алматы облысының орынбасары деген. Ол маған, аға мен бір ойланайын кішкене деді. Сосын келіп маған бүй дейді. Мен ойландым, мынандай шешім қабылдадым. Мен бұл жұмысқа бармаймын деді. Мен айттым, неге десем, мен енді творческий адаммын ғой. Мен творческий адам, мен творчествода қалайын. Мен журналистпін. Ана жерде маған мынау, сіз маған тапсырма бересіз. Мен шешім қабылдауға бұлай енді как зам акима облысы, Алматы облысының орынбасары, әкімнің административный ресурсты қосып бір сондай шешім халыққа біреулерге қиыншылық жасап жіберем ба, бір нәрсе не қыламын, мен ондайға бара алмаймын. Мен ондай адам емеспін. Мен сол кезде қиналып сізге сөз келтіріп қалам ба, дұрыс жасамайын ба, сондай нелерді деп, ұқсат болса мен қасыңызда болайын, но только орынбасарыңыз болмайым деп. Мен сонда ойлаған, идеологиядан орынбасарым болмағанда кішкене не қылдым, қиналдым. Бір жағынан ойладым, да, действительно, өзінің орнын білетін ақылды, сондай жігіт. Тағы да соған не куә болды. Ең басты мақсатыңа қол жеткізбей, басқа мәселеге басыңды ауыртпа. Уильям Френд. Бейсен Құранбек ешкімнен жылы сөзін аяған емес. Адамға, қоғамға өкпелі талайлардың жан жарасын сөзімен емдеді. Әлеуметтік жағдай, саясаттағы берекесіздік жүнжіткен жұрттың сыпыра сөйлеуге, бос ұрыс керіс, өсекке үйір болып бара жатқанын сезіп, әрекет етудің жолын көрсетті. Ашпын дегенге қасық табақ ұстата салмай, тер төккеннің тіленбейтінін түсіндірді. Қарекет ет, бауырым деп ұран салды. Еңбек еткен адам ізденеді, іздегеннің білімі өседі, білімі өскеннің сапасы артады. Қазақ интеллектуал, сапалы ұлтқа айналады. Абай айтады, ғылым таппай мақтанба дейді. Бұл әрбір жасқа ғана айтылған сөз емес. Бұл елге, жұртқа да айтылған сөз. Бірінші кезекте жас өзінің білімін алып, сол білімді тереңдетіп, бір саланы таңдатып, соны ғылымдай зерттесе керекті. Ал мемлекет ғылымға ерекше көңіл бөліп, сол арқылы әлемнің 30 ғана емес, алғашқы бір 10-дығына енсе ғажап болар еді. Ал ол үшін құр армандап, құр айтып қана отырмау керек, жаппай қарекет ету керек. Ал қарекет түбі берекет. Бейсекеңнің тағы бір қыры туған топырағын насихаттауға шебереді. Әлемнің 7 кереметін ысырып қойып, Жетісуының, Талдықорғанының 7 кереметін дәріптеп жүретін. Екі жақсы қосылса, бірін-бірі қиялмас деп күліп, екі жаман қосылса кең дүниеге сиялмас дегенін айтпайтын. Жақсы жайсаңның, таланты бардың Талдықорғанға келгеніне, осындағы жақсыларға басқалары қосылып, әдеби, мәдени, рухани орта құнарлана түскеніне күш салды. Қазақстандағы барлық қалалардың рейтингін жасадым. Өмір сүруге ең қолайлы қала қайсы деп. Сол кезде бірінші орынды Талдықорған алды.
екінші орынды Көкшетау алды, үшінші орынды Орал алды. Бұл менің жеке рейтингім. Неге олай? Бірінші, қалаға не керек? Адамға не керек деген кезде, бірінші адамға жақсы өмір сүру үшін таза ауа керек. Мына салқын самалды, айналадағы табиғатты көрдіңіздер ме? Бір шетінде Көксу ағып жатыр, бір шетінде Қаратал ағып жатыр. Екі өзеннің ортасындағы қала, жел үнемі соғады, газ мүлде жоқ. Бір жағынан енді Алматының ауасын өздеріңіз білесіздер. Иә? Астана таза болғанымен оның суығы мен боранын білесіздер. Бұл жағынан Талдықорғанның ауасы идеалға бір жете қабыл ауа райы деп айтса болады. 3 ай қыс, 3 ай көктем, 3 ай күз, 3 ай қыс. Мұндай ауа райы өте сирек. Біріншіге келісесіздер ғой? Ол кісі үнемі біз басында аз ғана шоғыр болдық. Әдеби орта керек Талдықорғанға, мәдени орта керек. Ал ортаны керек деп жүрсең, оны ешкім жасамайды. Ортаны жасау әркімнің өзінің қолында. Сондықтан да мен үлкен бір әдеби орта жасау менің арманым деп айтатын. Сосын осында келген кезде енді сол бір арманын жүзеге асырайыншы ағаның шамам қолынан келгенше деп біз биыл 2021 жыл жанр әдеби клубын құрдық. Ол клубты құрған кезде де мен ағаның жаңағы әдеби орта болу керек деген дүниесі менің ылғи да жадымда тұрады. Себебі әдебиет дегеніміз ол талғам. Бірақ өкінішке орай сол өзі интеллектуалдық ортаны мысалға қалыптастырам деді, бірақ өзі соған жете алмай кетті. Бұл бір Бейсен ағам бір бізге бір тастап кеткен аманат сияқты көрінеді. Қазір енді мысалы Бейсен аға кеткеннен кейін бізде бір Талдықорғанға енді сол кісінің шақыруымен келді, қызмет еттік, баспаналы болдық. Басымызда, жанымызда өсіп жатыр. Бір Талдықорғаннан бір кету туралы ой келсе, бір сол бір идеяға бір өзім бір қиянат қылып қоятындай бір сезініп, өзімді бір осы жақта бір жіпсіз байлап жүрген жағдайым барды. Біз соны ары қарай жалғастыруымыз керек сияқты. Өйткені ол кісінің бұл бір оны аманат деп қабылдауымыз керек сияқты. Өмірге, өзгеге өкпелеп, жарық дүниеге кіжініп өтуге, құлағанға күліп, өскенде табалап өмір өткізуге болар. Өзің тіккен шекпенді әр адамға кигізіп, шақ келмесе шаптыға сынауға да болады. Бірақ бұл саған не береді? Сен сынап отырғанда ол бірнеше қадам ілгерілеп кеткен жоқ па? Бейсекеңнің көкейін төскен сауалдың бір парасы осы. Мына әлемге үрейлене, жирене қарама. Өзіңе Құдай ұсынғаннан қаймықпа, жүзіңді тайдырма. Морихей Уэсиба. Айкидоның негізін қалаған Морихей Уэсиба 86 жасында бауыр обырынан көз жұмды. Анадан шала туған, кішкентайынан жетілуге құлшынған Морихейдің бойы небәрі 155 сантиметр еді. Бірақ әлемдегі рухы биік адамдардың қатарына қосылуды армандады. Ол арманына жетті де. Бір кездері әскерге жарамсыз саналған жігіт кейін Жапон әскерін рух пен білек күшінің тоғысар тұсы айкидоға баулыды. Жекпе-жектің бұл түрін ойлап тапқан Уэсибаның өзі еді. Бейсекең осы спортқа құмартты. Даңқты сенсей 7-ші дан иегері Крис Мунидің сүйікті шәкірттерінің бірі болды. Қара белбеу тағып, 1-ші дан иеленген алғашқы қазақ атанды. Шабуылдауға үйретпейтін спорттың философиясы өмірінің шамшырағына айналды. Айкидоның рухын бойына сіңіре білді. Сондықтан бұл
кейін ол мамандық таңдап алған кезінде мен ойлаймын, осы айкидо философиясын ол өмірде қолдана білді. Сондықтан да ол адамның ішіндегі жан дүниесіне кіріп кететін. Адаммен сөйлесіп отырып, оның ар жағындағы ішкі ойының түп төркінін тани білгенде ол. Сөйлесіп отырғанда көріп отыратынсың. Ана жақтан кел жатқан бауырын қарсы алған өзінде, ей батыр қалың қалай деген бір сөзінің өзі адамға сондай бір рухын көтеріп, өзін танысын, танымасын. Ол соның өзі мысалы кәдімгідей көтермелеп, әрбір азаматқа кәдімгідей рух беріп, жақындататын, өзіне жақындата білетін әрбір адамды. Айкидо ұстанымы қазақтың жақсылық етсең өзіңнен, жамандық етсең өзіңнен дегеніне сай келеді. Агрессия жоқ, жеңу де, жеңілу де. Тек қорғану бар. Өзіңді қорға, әулетіңді, еліңді қорға. Қалқан бол, қамқорлығың ал. Бейсекең Уесиба сөзін қалтқысыз орындады. Құдай әмірімен пешенесіне жазылған даңқ пен сынақтың ешбіріне илікпеді. Тік қарады. Бұрынғы кезде отбасылық көптеген мәселелерді көрсетуге болмайтын. Оны өздері ақ шеше салатын. Ал қазір көрсетпесең де көз алдыңда тұратын жағдайға жетті. Қазір араласпасаң, бұл мәселе шешілмейтін. Мына екі баланың тағдыры одан сайын құрдымға кететін жағдайға жетті. Бұндай хабарларды жасау бізге, маған, ұжымға өте ауыр. Біз осындай хабарлардан кейін еңсемізді көтере алмай сенделіп жүретін кездер болады. Бірақ кейде айтамыз, біз араласпасақ, біз істемесек, мына тағдыр не болады деп ойлаймыз. Амалсыздан жасаймыз. Біз қолдан келген көмегіміз жасадық, бірге қарекетті. Тіркеуіңе тұрғыздық, жігіттердің көмегімен жұмысыңды шешіп берді, балабақшаңды келісет. Балаларды алысқа жіберуге болмайды, батыр. Бала әкесінің қасында, анасының қасында өсу керек. Біз кейде ойлаймыз, осы бізге адамдарға осы басқа даланың гүлі көркем секілді болып көрінеді. Басқа таудың ауасы жұпар секілді болып көрінеді. Басқа судың, көлдің суы тұнық секілді көрінеді. Бірақ ең ғажайып өлке, ең сұлу гүлдер, ең жұпар ауа, ол отбасы ошақ қасында, балаларыңның жанында. Ал балалар үшін мына дүниедегі ең ғажайып жер, ең жұмақ жер ата-анасының бауырында. Бақыт жан күйі. Сен бақытты да бола аласың, бақытсыз да бола аласың. Бәрі мына дүниеге деген көзқарасыңа байланысты. Менің ойымша, бақыт деген тоқтықта. Мен аста төк байлыққа тоқ мейілсуді айтып отырған жоқпын. Көңіл тоқтығы. Уолт Дисней. Мен бақыттымын ба? Адам баласы өзіне ең көп қоятын сұрақтардың бірі осы. Шынында бақыт деген не? Қайда өзі? Пешенеңе жазылған өмірлік жолда ма, ағадал жарда ма, жылы қабақта ма, аста төк тамақта ма? Тура кеп айқасқан қаста ма, жауға бермес доста ма? Әлде үркек құс педі? Мүмкін ол бауырдың жылы сөзіне, әке деп ұмтылған сәбидің нұрлы көзіне жасырынған шығар. Бәрімізге тән осы көзқараспен таразыласақ, Бейсекең бақытты адам болып шығады. Аялаған атана да, көкелеген бауыр да, қимас дос та, жарқын қабақ жар да, құшақ жая жүгірген перзент те, алқалаған елде болды. Бірақ бұл біздің өлшем. Бейсекеңнің бақыт туралы ұғымы мүлдем басқа болуы ғажап емес. Оның түпкі ойын ісіне қарап қана тұспалдай аламыз. Бейсекең жылылық сыйлап жүретін, қуанышқа бөленген әр адамды жеке хабарласып құттықтайтын, шақырылған әр тойға міндетті түрде баруға тырысатын. Тіпті бір күнде 5 той болса да әрқайсысына арнайы бас сұғатын. Кейде үлгермейді, ондайда көңілі құлазитын.
Бейсен аға келіп батасын берет деп үміттенген жастардан, немеремнің тұсауын Бейсетай кетсе деп жолына қараған ападан, ана бала тойымда төбе көрсетпеді ғой дейтін ағайыннан қатты қысылатын. Неге екенін білмеймін, кешірім сұрағым келді. Қарбаласпен жүріп талай жақын адамымның, достардың, туыстардың, таныстардың көңілін қалдырдым. Қуанышына бара алмадым, қайғыда қасында бола алмадым. Қазір ойлап отырсам, соның бәріне өзімді жұмыстан қол босамай жатыр ғой деп ақтап алыппын. Көңіл дейтін өте нәзік, адам деген өте қымбат. Өмір деген өте қысқа дүние екенін ұмыта жаздаппын. Кешіріңіздер. Атам қазақ айтады, жақсы адам күндей дейді. Өйткені күн ешкімді ала аламайды, ештеңені ала аламайды. Мынау шынайы жүректен шыққан мейірім де тура сондай. Ол күн сәулесі секілді, бәріне бірдей жарығын төгеді, бәріне бірдей шапағатын шашады. Бейсекеңмен тілдескен жастардың, қарттардың жүзі балбұл жанатын. Өздерін бір сәт бақытты сезінетін. Сонда Бейсекең ертегідегі бақыт таратушы іспетті өзгені бақытты ету арқылы өзін бақытты сезінген болып шығады. Бақыт таратушы, үміт сыйлаушы. Ұят деген адамның ішкі сотының парасаты. Иммануил Кант. Қазақ үшін артында жаманаты қалғаннан асқан қорлық жоқ. Ұрпағымыз ар сотына тартылғанынан, әке үшін бала сөз естігеннен қорқамыз. Сенің бүгінгі ісің ғасырдан кейінде шөбере шөпшөгіңнің алдынан шығады. Одан сақтанудың бір жолы ұяттан ардан аттамау. Атадан бері сол жолдан айнымаған әулетті текті дейтініміз содан. Бейсекең өзі біреуді ұялтпауды, өзі біреу үшін ұялғанды қаламайтын. Қарекеттің ұлғызына соны үнемі сіңіріп отырды. Онымен қызметтес болған әр жас Бейсеннің қара шаңырағынан дәм татқанын, анасынан бата алғанын мақтана айтып жүреді. Үлкендер барса дәстүрмен табақ алдырып, келіншегіне сәлем салдырып, қазақы салтты барынша ұстанады. Жас келінге де айналайын, сәлеміңді сала жүр. Сен сәлем салмағаннан мен өлмеймін. Қазақтың дәстүрі өледі деп жымиятын. Қазақлық аман болсын деп жаныға жүгірді. Сусыған уақытты жеткізе алмай жанталасты. Бейбіт, Арафаттай інілерін қолдап, қазақтың ән күйін насихаттады, кино түсірді, кітап шығаруға көмектесті. Облыс-облысты аралап тренинг жүргізді. Жетісуын жетілдірді, жаңа ғимаратты жабдықтады. Қазақстан барысына үлес қосты, айкидоны дамытты. Аптасына 5 күн эфирге шықты. Күніне мыңдаған шақырым жол. Бұлай қарасаң, бір адам осының бәріне қалай үлгергеніне қайран қаласың. Басқа болса қолды бір сілтереді. Бейсекең үлгерді. Қазадан кейін бірдеңе бар болса жақсы, жоқ болса ол да жақсы. Мен өз өмір жолымды өттім, әрі қолымнан келгеннің ең жақсысын жасадым. Томас Эдисон. 2020 жылдың 18 мамырында Бейсекең қазақтың Бейсені соңғы сапарға аттанды. 9 айлық арпалыста бір сәтте сыр бермей, жан қиналысын сездірмей, ешкімге мүсіркетпей басын тік ұстаған күйі бастауына қайтты. Қайғы жамылған қалың жұртқа тосқауыл болмады. Оны жерлегенде қазақпен бірге қара аспанда егілді. Өзі сүйген Талдықорғаннан уыз топырақ бұйырды. Ақ мәрмәрден кесене салынған жоқ, жайдақ төмпешікке туған күреңбелінің көк тасы белгі болып қойылып, Бейсен Құранбек деп жазылды. Болғаны сол. Тірісінде ешкіммен таласпады. Көз жұмғанда да қарапайым күйі кеткенді қалады. Егер Құдай маған тағы да аз ғана ғұмыр бергенде, мен қарапайым ғана киінер едім.
таң шапағымен оянар едім, жан тәніммен шуаққа ұмтылар едім, жас балаға қанат берер едім, және оны ұшуға өзім баулитын едім. Мен әрбір адамның шыңның басына шығып өмір сүргісі келетінін түсіндім. Бірақ шынайы бақыт әдетте сол таудың етегінде тосып тұрады. Иә, біз бәріміз де бақытты болғымыз келеді, бақытты өмір сүргіміз келеді. Ал соның бір сыры бақытты болатынына сенген адамдар және соның жолында харекет жасаған адамдар ғана бақытты бола алады.